Ассалаумағалейкум қазақ елі, отандастар, жерлестер, туыстар, бауырлар. Мен Маржан қыздарыңыз, әдеттегідей Америкадан алдарыңызға шығып тұрмын. Бүгін сіздермен мынау Даниял Ахметов жөнінде ойыммен бөліскім келеді. Даниял Ахметов халықтың арасындағы лақап аты прораб Данилка, я болмаса прораб Данил. Бұл Даниял Ахметовтың қазаққа жасаған, қазақ халқына жасаған, еліне жасаған қиянаты шашыштіктен. Бәрін тізбектеп айтпай-ақ қояйын, мынау бердегі жаңағы сол кезіндегі қорғаныс министрі болып отырған кезінен бастасақ, қорғаныс министр болып отырған кезінде бұл 82 миллион доллар шығын келтіріп, жұмыстан қуылған болатын. Естеріңізде болса, сол кезде бұның бүкіл орынбасарларының бәрі сотталып, жұмыстарынан кетіп, жазаларын тартты. Ал бұл болса, жаңағы шантаж жасады, мен атылып өлем, асылып өлем деген сияқты өлем деп қорқытып, міне орнында қалды, үкіметтің арасында қалды. Одан кейін оны жаңағы бәр жақсы лауазымдарға отырып жатыр. Қаншама жылдар бойы мынау әкімдіктен түсіп жатқан жоқ, Тап сондай ғып, міне қазір бұны енді Семейге, Абай облысы ма, Семей облысы ма, сояқа жаңағы бұның келе жатқан туған күніне жаңағы подарок жасап, Тоқаев осындай сый-сияпат жасап, бұны тағы да 1 жылға ұзартып жатыр. Құзыретін міне бұл Даниял Ахметов. Өз басы былай тұрсын, бұның өзінің жасаған қиянаты, бұның туған туыстарының, бала шағасының да жасап атқан қиянаты, қазақ еліне, қазақ халқына жасап атқан қиянаты әкелерінен қалмайды. Ол деп отырғаным, ұлы да, қызы да, бәрі жаңағы тендерлардан, жаңағы қомақты сумалардың бәрін алып, тайраңдап, рахаттанып, бизнестерін дөңгелетіп жүр. Бұның ұлы 31 жасында депутат болып отыр, Міне оған дейінде бұл деген қаншама қиянаттарды жасап келе жатыр. Бұл жаңағы Forbes журналының ең бай адамдардың тізімінде де бар бұның баласы. Өмір бойы үкіметтің жұмысында жүріп, бұлар әкесі екеуі, бала шағасымен бәрі міне осындай халықты тонап, бай атанып жүр. Одан қалды, бұның күйеу баласы 6 миллиард теңгеге шығын келтіріп, Қазақ темір жолында істеп жүрген кезінде. Міне одан да сүттен ақ, судан таза болып шығып отыр. Әрі қарай өмірін сүріп жүр. Бұларға сот жоқ, бұларға білмеймін енді, сөзім жоқ. Міне жаңа Қазақстанның түрі. Жаңа Қазақстан, мынау Тоқаевтың өзінің жаңа құйыршықтарымен, өзінің сол ауыз жаласып, ақша бөлісіп, халықтың қазынасын тең бөлісіп жүрген, міне осындай опасыздардан тұрады қазіргі жаңа Қазақстан деп атап отырғаны. Бұл Тоқаев пен Ахметовты, Даниял Ахметовты баяғыдан бірге келе жатыр. Егер кімнің Ғалымжанның сұхбатын көрген болсаңыздар, Ғалымжан бәрін тәптіштеп айтып берді. Қалай бұлардың байланысы, қалай бұлар сыбайлас екен. Ол кездерде жаңағы Тоқаев премьер-министр болып отырған кезінде жер жөніндегі құжаттарың бар, налог жөніндегі құжаттарың бар, салық жөніндегі, солардың бәріне, сондайлардың бәріне бұларға жеңілдіктерді өз қолымен бөліп берген. Міне сол сыбайластықтары әлі жалғасып келе жатыр. Жер демекші, сол кездердегі жер несі көтеріліп тұрған кезде сұрағы едіге деген белсендімізді міне осы Даниял Ахметов жалған айыптармен соттаттырып жіберді. Ол едіге белсендіміз жаңа халықтың мұң-мұқтажын көтеріп, мынау жер жөнінде, дұрыс бөлінбей жатырған жөнінде, осылардың қылмысын әшкерелеп, 18-19 адамға көрсеткен көмегі үшін, міне бұны алды да жалған айыптармен апарып түрмеге қамап тастады.
Бұндай енді нелерінің бәрі өте көп. Осындай қылмыскерді, мұны ұмытпайық, кезінде қорғаныс министрі отырған кезінде 82 миллион долларға шығын келтірген адам артынан қорқытып, мен өлемін, атылып өлемін деп міне қалған адам әлі де билікте жүр. Енді әрі қарай мынау Семей облысын басқармақшы. Не бетімен, Тоқаев жауап бере ма бұлардың бәріне, бермей ма? Бұларды қалай ақтайды? Күйеу баласы Даниал Ахметовтың 6 миллиард шығын келтіреді, бірақ әлі тайраңдап жүреді. Көрдіңіздер ма? Мұны осыған сеніп отырған Тоқаевшылдар қашан оянасыздар? Осыны көрмей отырсыздар ма? Осыны білмей отырсыздар ма? Бұларға қалай сеніп, болашағын Қазақстанның, халықтың болашағын, өсіп келе жатырған жасөспірімдердің болашағын қалай бұларға сеніп тапсырамыз? Бұған тағы да прораб Данилканың, Даниал Ахметовтың қылмыстарын айта берсең, оны енді таусу қиын, таң аттыруға болады. Солардың бірі мынау Аягөз мектептерінің бірінде асханада балдардың уланғаны, 4 бала содан көз жұмды, 4 оқушы, ал 82 оқушы зардап шекті. Міне осындай жасы қиянатты, оңдырмай халыққа жасап отырған адамды лауазымды неде әлі отыр. Бұны әлі де жаңағы Тоқаев әрі қарай көтермелеп, әрі қарай жан-жағында бәрін ұстап отыр. Осылардың бәрімен, өзі қанды қол, мынау қылмыскерлермен міне жаңа Қазақстанға бет бұрып жатырмыз деп отыр. Бұндай жаңа Қазақстанның қазаққа керегі жоқ. Сол үшін халқым, ояныңдар, ойланыңдар, бірігіңдер. Бәріміз бірігіп, бүгінгі күні ОДБК-дан шығатынымызды, Евразия одағынан шығатынымызды, Ресейді, мынау оккупант, агрессор Ресейді еш жағынан да қолдамайтынымызды, Ресейдің Украинаға ашқан соғысына қарсы екенімізді насихаттаудан шаршамаңыздар. Ортамызды толтырайық. Бұл зұлым биліктен, ұры биліктен, Назарбаевтың салып кеткен жүйесінен құтылмайынша қазақтың маңдайы ашылмайды. Қазаққа жақсы күндер келмейді. Өздеріңіз көріп отырсыздар, күннен күнге қымбатшылық. Міне нан тауып жеудің өзі қиямет болып бара жатыр. Ертең мектепке балдарды қалай дайындайсыздар, қалай дайындап жатсыздар? Оған мына биліктің еш жері де қисайып отырған жоқ. Сол қиналған халық, ал қиналғанымен қоймай, халықты қинағанымен қоймай, сорып, әрі қарай байыған үстіне байып жатыр. Міне сол үшін халқым, бірігіңдер, бірігіп X күнін жақындатып, батырларымызға көрсетейік біріккенімізді. Міне сол батырларымыз көрген күні, халықтың ауызбіршілігінің артқан күні, X күні келеді. Соған сеніңіздер. X күні бәріміз бір адамдай болып, анау билікті, ұры жүйені бәлін түп тамырымен жұлып алып тастап, билікті өз батырларымыздың қолына аламыз. Алға қазақ елі.